Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін осындай керемет, жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығатын молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оның үстінен үгіш оңкамызды саламыз. Және де 2 тал жұмыртқамызды жарып, жақсылап миксерлейміз. Массамызды осындай пышный ақ түске айналғанша дейін миксерлейміз. Массамыздың үстінен ұнымызды ситадан өткізіп саламыз. Разрыхлителімізді, ванилинімізді салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Массамыз бір келгі қою сметана тектес болуы керек. Пергамент қағазын осылай форманың кольцосына кигізіп, дөңгелек із жасап аламыз. Ол бізге торттың формасының бір келгі болып шығуына көмек береді. Міне видеодағыдай осылай каждый қағазға осылай кольцо жасап аламыз. Және де әр қағазға 2 қасық тестамыздан салып, бір келгі етіп, түзулеп, дөңгелек толтырамыз. Қожадарымызды 180 градуста духовкада сарғайғанша пісіріп аламыз. 22 сантиметрлік форманың диаметрімен менде осындай 6 корж шықты. Піскен корждарымызды сеткаға қойып суытып аламыз. Және астындағы пергаментті суығаннан кейін ақырындап шешеміз. Корждарымыз суығанша кремді дайындауға кірісеміз. Ол үшін творожный сыр, оның үстіне қант және салқын сливкиімізді 33% құйып, жақсылап массамыз бір келкі қою крем болғанша миксерлейміз. Ең алғашқыда төменгі жылдамдықпен бастап, жылдамдығын миксердің арттыра бастаймыз. Массамыз бір келкі жақсы шайқалған болып шығу керек. Достар, менің рецептім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді тортымыздың сборкасына кірісеміз. Корждарымызды түзу болу үшін осылай кольцомен вырезать етіп алдым ең алдымен. Және де әр слойға 2-3 қасық кремнен салып, осылай тегістеп, бір келкі етіп құрастыра бастадым. Ең соңғы слойда тортымызды бүкіл жерін қаптап, жаңағы артылып қалған үгітілген крошкалармен жан-жағын әсемдедім. Бетіне малинамен, мятамен әдемілеп, әсемдеп қойдым. Тортты ұсынар алдында 2-3 сағат холодильникте ұстаған дұрыс. Торттың кремі жақсылап сіңіп, өте сондай нәзік, воздушный болып тұрады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Жанар. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.